Қайырлы күн, қымбатты Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Деректі әңгіме Қызыл аяқтар лаңы. Лайк басып, басқа да кісілерге тарата бөлісе отырыңыздар. Қызыл аяқ лаңы. Қызыл аяқ шапқыншылығы, қызыл аяқ лаңы, қызыл аяқтың салған әлегі деген сөздерді көнелердің аузынан жиі естиміз. Шындығында бір кезде қызыл аяқтардың қылышынан қан тамып, алақандай Алтайдың ақшысын қуырып, халық басына зауал төндіргендігі, соңында Алтайдағы әр ұлт халқының тегеуріне тең келе алмай, Алтай күмбетінен аласталғандығы тарихқа аян. Бірінші, қызыл аяқтардың Алтайға келуінің тарихи астары. 18 ғасырдың соңғы жарымында Чин үкіметі қалың қол шығарып, жоңғарды тыныштандыруға жаза жорығын жасап, 1757 жылы бір ғасырдан артық уақыт өмір сүрген жоңғар хандығын бір жолата құлатады. Хандық құлаған соң, оның орнына Чин патшалығының шекара қорғау генералы Мың Рүй 1762 жылы Леге келіп билік жүргізеді. Ледегі әскери әкімшілік нығая түседі. Алайда сол тұстағы Чин патшалығының Шинжаңдағы үстемдігі Мәнжу ақсүйектері мен жергілікті феодал помещиктері өзара ұштасқан үстемдік еді. Чин үкіметі Шинжаңды билеуде өзінің әскери әкімшілігіне ұлттық езгі саясатын бірлестіріп жүргізеді. Кейін келе Чин патшалығының Шинжаңда тұратын әскери әкімшілік мәнсаптылары сауық сайранға беріліп, күннен күнге шіріктесе түседі. Тұрғын халыққа бажы жоғарылату, жылу жинау, алман салық салу, олардың діни сенімін аяқ астету, ата мекенін тартып алу сияқты қысым түсіреді. Бұл түрдегі ауыртпалық пен ұлттық езгі барған сайын асқынып, өндіріс бүлінеді. Экономика құлдырайды, ел күйзеледі. Шинжаңнан тыс мемлекет бойынша да осылай болады. Бұндай жағдайда Чин үкіметінің үстемдігіне қарсы бүкіл Шинжаңның жер-жерінде шаруалар көтерілісі арт-артынан белең береді. Сол тұста болып жатқан ішкердегі шаруалар көтерілісі мен Шанши, Гансу мұсылмандар көтерілісінің ықпалы сансыз тау өзендерден алқып өтіп, 1859 жылы Тосыннан Тарбағатай жамбылынан жарқ етеді. Содан бастап Шинжаң шаруаларының феодалдыққа қарсы тың күресі толастамай, нөсер алдындағы найзағайдай әлпезде болады. Әсіресе Ле өңірі мен Тарбағатайда зұлымдық шектен асып, халықтың Чин әскери әкімшілігіне қарсы кегін қозғайды. 1863 жылы сол кездегі Шинжаңның орталығы болған Ле генералы тұрған жер күре маңында қылышшы Мардың және Яң Саншилердің бастауында көтеріліс алауы лаулады. Ле генералы дереу көтерілісшілерді жаныштап, Марың мен Яң Саншинді кескілеп өлтіреді. Көтеріліс сәтсіздікке ұшыраса да, бұл қимыл келесі жылы Шинжаңның жер-жерінде көлемі аса зор шаруалар көтерілісі мен соғысының туылуына білте болып, Ле генералының зәре-құтын ұшырады. Осыдан толастамаған күрес жалыны лаулап, 1866 жылы көктемге келгенде Ледегі шаруалар көтерілісі Күре қаласын басып алады. Ленің жаңадан тағайындалған генералы Мың Шуй өз-өзін өлтіреді. Бұрынғы генералы Жаң Чин қолға түседі. Апрель-май айларында Чин патшасы армиясының Ле көлеміндегі барлық бекіністері халық қосыны жағынан түгелдей басып алынады. 1865-тен 1866 жылы басталған Әділбек, Борынбет, Сайболат, Құрманғажы, Табақ, Шотай, Түйеке, Төкеш қатарлы батыр ел ағаларының бастауында қазақ шаруалары мен Хуйзу көтерілісшілерінің көтерілісі Чин патшалығы үкіметінің Тарбағатайдағы билеуші органдарын талқандағаннан кейін Шәушек қаласынан қашып шыққан Чин әскерлері Құтыби Санжы, Манас қатарлы жерлерге жиналып, ол жерлерден де тиянақ таппай, ақыры Алтайға қарай бет алып, Чин патшалығының Бурыл тоғай іс басқару уәзірінен қолдау таппақшы болып,
1867 жылы көктемде Бурыл тоғайдың бодығын жазғынан үңгірге жастай келіп түседі. Балтырларын қызыл шүпірекпен орап алған Чин үкіметінің бұл әскерлерін қазақ шаруалары қызыл аяқтар деп атайды. Бұл әскерлердің қатын баласы мен ұзын саны 1000-нан астам болып, қолдарына нақ қару ұстағандардың саны 1000-дай адам екен. Екінші, қызыл аяқтардың Алтай елімен болған келісімі. 1867 жылы Чин патшалығы Тарбағатай мен Алтай аймағын Бурыл тоғай басқару уәзіріне басқартады. Осы орайда қызыл аяқтар зор үмітімен Бурыл тоғайға келгенімен, алайда Шинжаңның жер-жеріндегі шаруалар көтерілісінің дүмпуінде 1867 жылы 2 ақпан Бурыл тоғай егіншілерінің Чин патшалығының Бурыл тоғайдағы билеушілеріне қарсы көтерілісі де басталған болатын. Бұл жерде Бурыл тоғай егіншілері мен қызыл аяқтардың екі басқа топтағы адамдар екендігі жөнінде басын аша кетуге тура келеді. Сол тұстағы кейбір Моңғол, Мәнжу және Ханзу феодалдарының желіктіруінен туылған ұлттық қандық қақтығыстан бой тасалаған қыруар Ханзу шаруалары Шонжы, Санжы және Манас қатарлы жерлерден Бурыл тоғайға 1860 жылдарының бас шенінен бастап келе бастаған. Олар келген соң сол тұстағы Алтайды билеп тұрған Ажыгүңнен жер сұрағанда, Ажыгүң оларға Бурыл тоғайдың жалпағын, қазіргі аудан қалашығы тұрған орын таңдатады. Әрі олардың өндірісі үшін Семей қаласынан қыруар өндіріс саймандарын алдыртып беріп, егін салып, тұрмыс кешіруіне қолайлылық жаратып береді. Келімсек егіншілердің саны барған сайын көбейіп, 11 000-нан асады. Олар жыл сайын астық алып, сыртқы астық айырбасын жүргізе бастайды. Ал Ажыгүң оларға қазан алманын жолға қояды. Чин патшалығы Тарбағатай мен Алтай аймағын Бурыл тоғайдағы іс басқару уәзіріне басқартқаннан тартып, Бурыл тоғай іс басқармасындағы ұлықтар егіншілердің атпал азаматын ең малай етіп, қалған кәрі құртаңдарына тың егертіп, ауыр жұмысқа жегеді. Мұндай келемежге шыдамаған Ханзу егіншілерінің көтерілісі бұрқ ете түседі. Әсіресе жаңадан тағайындалған Бурыл тоғай іс басқарушысы уәзірі Ли Юнлиннің қоралауына шыдамаған егін күзетшісі Ли Жүннің бастауында көтерілісшілер қосыны офицерлер мен әскерлерге басып кіріп, олардың тоз топалаңын шығарады. Ли Юнлин қашып Шіңгілге барып паналайды. Осы лаулаған көтерілістің алғашқы сатысында келген қызыл аяқтар Бурыл тоғай іс басқару уәзірінен тиянақтау, жәрдем алудың мүшкіл екеніне көздері жетіп, күдерлерін үзеді. Салмақты жергілікті халыққа салу бекіміне келеді. Сөйтіп жағдайды шамалай білген қызыл аяқтың атаманы Жанго мен Жансай Ажыгүңге адам жіберіп, біз Чин үкіметінің Ле Тарбағатайдан келе жатқан әскеріміз. Қобданы асып, ішкерге қайтамыз. Алтай елімен жауласпаймыз. Бізге тек көдік, азық-түлік керек. Қазіргі аялдап қалуымыз осылардың жоқтығынан болып отыр дейді. Ол кезде Алтайдағы Абақ керейдің 4 би түрі билік жүйесі, заң ереже түзімдері, қазақ хандарының байырғы заңдары мен керей елінің ескі салттарына негізделе отырып жасалған кемелді билік жүйеді. Осы билік жүйесіндегі іс жүргізіп отырған ел ағалары Ле мен Тарбағатайдағы халық көтерілісінен мол ахуал елеп, қызыл аяқтардың қандай адамдар екенін, олардың қандай күйде келе жатқанынан толық хабардар еді. Ажыгүң бастаған билік жүйесіндегі адамдар қызыл аяқтармен қалай қатынас орнатуды ақылдасады. Бұған кейбір ру басылары мен батырлар, қызыл аяқтар тыныштық сүйсе, неге басқа елді басады? Олар бізбен мүлде елде салмайды, өз жеріне қуып салу керек дейді. Бірақ басына пана, жанына жаға тілеп келген бұларға көп бөлім ел ағалары. Бұл үлкен патшаның әулеті, соғыс екі жаққа бірдей зиянды деседі. Әсіресе Маймайшы би, аштың тоққа араны жүреді, тоқтың ашқа араны жүрмейді. Берсең құтыласың, бермесең ұтыласың. Таспен ұрма, аспен ұр, таспен ұрсаң басыңды өзің жарасың дейді. Осылайша олардың талабын орындауға қосылады. Сөйтіп қызыл аяқтар ат азық алған соң аялдамай қобда асып жеріне қайтатын болып келседі. Ажыгүң Алтай елінен 10 000 қой, 1000 ірі қара,
мың кесек төсеніш киіз және астық жиып беруге жарлық түсіреді. Әрі бұл салықты жақын отырған Саур елінен жиып бере бастайды. Қызыл аяқтар бейбіт елден тегін олжаға батқан сайын кәнігіп, қолынан бір алса, жолынан бір алуға сұқтанып, 6 айдан кеткісі келмейді. Олар қыстап қалудың қамына кірісіп, жер үй қазып, және қазіргі Жылыкөлдің мойнындағы тұмсық керіштің етегінен бекінісін жамбыл соға бастайды. Бір жағынан аяғы жеткен жердегі шаруалардың малын бұлап-талап жей береді. 1868 жылы қызыл аяқтар жерімізге қайтамыз, қош айтамыз деген сылтаумен Ажыгүңді және Торғауыттың Саруаңын қонаққа шақырады. Саруаң бұдан бас тартады. Себебі соның алдында Үзүңгірдің қара шүмегін қыстап жүретін 3000-ға жуық түйе біткен Ұтынасын дейтіні Моңғолды қызыл аяқтар өлтіріп, түйесін олжалап, шаруалардан атқа айырбастап алады. Бұған кектенген Саруаңның қонаққа баруға іші қайдан жылысын. Ал Ажыгүң қонаққа бармаса, қызыл аяқтардың кетуге әзірленіп жатқан келелі ісіне кесірі тиеме деп лажысыз барады. Қызыл аяқтардың атаманы ежелден бойына сіңген жендеттік тәсілмен Ажыгүңнің көзін жоюды күні бұрын ойластырып қойған. Ажыгүң қонаққа келгенде мол дастарқан жайып, күтіп ұзатып салады. Ажы бота мойын деген жерге келгенде қызыл аяқтардың үзеңгіге жаққан уынан өзі де аты да уланып өледі. Ажының сүйегін ақбас қаратанмен алып, өзінің туған туыстарымен керейдің басты адамдары болып 100-ге тарта адам Үйдене өзенінің шығыс жақ қабағындағы Санияз төренің жанына жерлейді. Ажыгүңнің қайтыс болуы қызыл аяқтардың қазақтарға күш көрсетуіне, зорлық, зомбылық істеуіне таптырмас орай болады да, Ажыгүңмен болған келісімді қайырып қояды. Олар Ажыны қонақтан аттандырғаннан кейін ұзақ өтпей түйе айырбастауға келген Көкшегөз деген адамды бауыздап өлтіріп, қыруар аттарын олжалайды. Мұздай қаруланған бұл әскерлерге ешкім қарсылық көрсете алмай, астамсынған бұлар қызыл аяқтар 1868 жылдан бастап төңірегіндегі елдерді бұлап талауға кіріседі. 3. Үрейлі Жамбыл. 1867 жылы жазда қызыл аяқтар Жылыкөлдің мойнындағы тұмсық керіштің етегіне жамбыл соғып бекініс алады. 1868 жылы қыстан бастап бір жағынан найза қылыш және жаза ил мылтығын соғып, енді бір жағынан төңірегіндегі елді бұлап талауға кіріседі. Олар екіге бөлініп, бір бөлімі Шібеті Жосатыға, енді бір бөлімі Бітеутал Мазалға дейін жатқан бейуаз халықты қырғындап, мал мүлкін тонап, 300-ден астам қыз-келіншектер мен балаларды олжалап, Жамбылын әкеліп қамайды. Жас қыз-келіншектерді әйел қылып бөлісіп алады да, балалардың төбесіне айдар қойып, бір-бірден малай қылып алады. Сол малай баланың біреуі Ру Шақабай, Әтіктің Жәңгір деген 12 жастағы ұл еді. Жәңгірді Ли Жампа деген әскери шені бар біреу малай қылады. Жәңгірдің істейтін жұмысы Ли Жампаның Ли Янхуа деген 4 жастағы қызы мен Лизі деген 2 жастағы ұлын бағумен бірге сол реткі шапқыншылықта Ли Жампа олжалаған Ертістің ағаралындағы Бажы деген кісінің әйгілі жүйрік қарагер атын суарып, жем шөп беріп баптап, бағу және суа келіп, үйін сыпыру, сол жолы қолға түскен руы Сарбас Жәнібек дегенің бой жеткен қызына алаңда 2 қызыл аяқ таласып қалады. Жас қызыл аяқ тартып алуға таянғанда, кәртеңдеу қызыл аяқ артынан қапсыра ұстап тұрған күйінде қызды бауыздап жібереді. Ал анау жасы беліндегі балтасымен кәрі қызыл аяқты басқа бір періп миын шашыратады. Бұндай жендеттік оқиға Жәңгірдің жанын түршіктіреді. Осыдан 3 апта өткен соң Жамбыл ішіндегі қызыл аяқтың 5 биенің сабасындай бір божбан қарағатын, баламды жығып мұрнын қанаттың деп өзіне малай болып жүрген Батырбек деген баланы қатқан найзаның сабымен ұрып, бір көзін ағызып жібереді. Бұндай қанқұйылық уақиғалар Жәңгірді жанын шүпірекке түйсе де қашып шығуға итермелейді. Ол жалғыз қашудың жөнін таппай, өзімен бірге малай болып жүрген. Бұрын үйдері көрші болған Біткеш деген Моңғолдың Шабақ деген баласына ат суарып тұрған орайда тіл айқастырып, қашайық деп қалады. Бірақ ол қашпайтын, егер Жәңгір қашатын болса, оны қызыл аяқтарға дереу жеткізетінін айтады. Тұла бойын үрей кернеген Жәңгір
қалжыңдаймын. Мен Ли Жампа деген әскери бастықтың баласы бола тұра неге қашады екенмін деп жалтарады. Аузынан шыққан сөз күндердің бірінде шабақ арқылы қызыл аяқтардың құлағына жетеді деп тұжырымдаған ол, сөз жоқ, сол күні қашып шығу бекіміне келеді. Жаңғыр бәйге атына үнемі мініп, ат құлағымен ойнап жүрген бала. Қызыл аяқтар түнгі ұйқыға әбден шомған шақта жатқан үйінен еппен сытылып шығып, ат құрадан қарагер атты жетелеп шыққаннан соң, атқа мінейін десе, еңселі атқа бой жетпей міне алмайды. Ол сол жақ башпайына түкіріп жіберіп, дымдалған башпайды аттың қолтығына жүгіртіп жібергенде барып тұтқырлана қалады. Осы сәтте атқа да мініп үлгереді. Ол қақпа жақты бақса, мойындарына асынған мылтығы бар екі қызыл аяқ, бір қолға қоңырау, бір қолға панар шам ұстап, алма-кезек айқасып тұр екен. Қақпада есік жоқ, ұзындығы 7 құлаштай 4 ағашты көлденең сұғындырып, қашалап қойған. Жәңгір аттың басын қақпа жаққа бұрғанда, талай күн қамалып, ширғып тұрған ат қос құлағын алға тікірейтіп, ұмтылуға бейімділік байқатады. Жәңгірдің бойы ат жалынан озбағандықтан күзетшінің көзіне шалынбайды. Екі қызыл аяқ қақпаның алдынан айқасып, арасы алшақтай бергенде, қарагердің дізгінін босатып, нар тәуекелге басып, тебініп қалады. Жел аяқ қарагер заулаған бойы кісі бойындай қашадан қабыландай қарғып барып ғайып болады. Әр сәтте тыныштық бұзылып, арт жағы улар ұшуға айналады. Мылтық дауысы құлақты тұндырады, оқтар қараңғы аспанды тілгілеп жатыр. Жәңгір жалпақтың тұсынан келіп, өзінен өте шығатта, ертісті бетке алып, солтүстікке қарай тарта береді. Жануар қарагер бауырын жазып, рахаттаны шауып келеді. Таң рауандағанда түздің ойының солтүстік керішіне шығып үлгерген екен. Түске таяу ертістің жайдақ кәр өткеннің тұсына келгенде, әке-шешесінің атын атап, айғайлап, жылай береді. Судың ар жағынан екі адам шығып, өткел осы, қорықпай өт деп айғайлайды. Жәңгір су жағасында жайылып жүрген бір атан түйені ұстап алып, оны судың ағын жағына қатарын алып, түйенің жіліктілігі қарагердің сушылдығымен өзеннен аман есен өте шығады. Әлгі екеуі Жәңгірді ертіп, ат пен түйені қолына алып, сол маңдағы дөңбек үйден екі тең жүкті түйеге теңдеп, біреуі түйеге шығып, енді біреуі қарагерге Жәңгірді мінгестіріп, соза тартып отырып, табан төбенің мойнындағы бір түкпірге аялдап, ыстық ішіп, ауыз жылтпақ болады. Баланы отын теріп келуге жұмсайды. Бала бұлардан күмәнданып, отын терген болып, теректің далдасында тұрып аңысын байқайды. Ол әлгі екеуінің қызыл аяқтан қашқан бала екен. Біз өлтірді деп ешкім айтпайды. Көзін жойып, ат түйесін олжалайық деген сөздерін құлағы шалады. Олар аттанып зар желіспен әудем жер жүргеннен кейін баланы мінгестіргені аттан түсіп, шылбырдың ұшын қолтығына қысып, дәретке отыра бергенде бала атты тебініп қалады. Ат зыти жөнелгенде шылбыр әлгі адамның қолтығынан сусып кетеді. Дәретті үстіне қоя бере салып, баланы қуа жөнеледі. Бала оншалықты қатты қашпай артынан ергізе береді. Әлгі адам түйедей алшақтай бергенде, бала қарагермен қайта қайырылып келіп, түйені жетілей жөнеледі де ағаштың астынан өте шығады. Түйенің үстіндегі адам көлденең ағашқа екі қолтығынан аспақталып қалады. Сөйтіп Жәңгір екі қарақшыдан құтылып, Көксудың аралығындағы Моңғол Бітікешті тауып, оған баласы Шабақтың ермей қойғанын айтады. Бітікеш жылап еңіреп жүріп, Жәңгірді үйіне әкеліп тапсырады. Жәңгірдің әкесі Әтік қуанғанынан той жасайды. Өкінерлігі, Жәңгір орылғаннан 2 күннен кейін қызыл аяқтар тағы шабуылдап келіп, Жәңгірдің шешесін найзалап, қарагер атты қолға түсіріп қайтады. Сол жолы Жәңгірдің семьясындағы басқалары ертістің қамысын далдалап аман қалады. 4. Қызыл аяқтардың Алтайдан аласталуы. 1869 жылы жазға салым Тұмсық керіштегі жамбылынан аттанған мұздай қаруланған қызыл аяқтар ертіс бойындағы бейуаз халықты шабады. Олар Қаракөлде отырған Құланбай ауылдарын қырғындап, мал мүлкін тонайды. Осы кезде Далай Мерген, Кенден батыр, Боқана батыр, Сыдықай батыр бастаған халық қосыны білтелі қара мылтықтарын сайлап, қылыштарын қайрап, найзаларын чыңдап, жауға қарсы аттанады. Қызыл аяқтар қыранның ертіске құйғаннан Буыршынға беттеген жолында халық қосынымен бет-бе-бет соғысады. Қиян кескі соғыс екі сөткеге жалғасып, ақыры қызыл аяқтар ойсырай жеңіліп,
қалың өлекселерін тастап, қалғандары ертістен өтіп Сауырға қарай қашады. Сол реткі соғыста Далай мерген бір өзі Қызылаяқтың 100-ден астам әскерін жояды. Далай мергеннің атым далай, атуым қалай дейтіні ел аузында содан қалған деседі. Қызылаяқтар Сауырға қысқан жолында Тұмандыда отырған Есағасы, Шоқи ауылы мен Қазыбек, Қилыбай, Құнияз ауылдарын, Шыбарайғыр, Мыңжан ауылдарын, Елгелді, Түнемес, Байтеліс ауылдарын шабады. Дәл осы сәтте Сауырдан Көрімбай батыр, Торғауыт, Серінжап батырларының қол бастауында жауға қарсы шығып, жаудың бетін қайтарады. Жау бекінісіне қарай қашады. Тұрым батыр, Дәркембай батыр, Маңғұл, Делісін батырлар Шібеті, Жосаты өңірінде шабуылдап жүрген Қызылаяқтардың тағы бір тобырын жеңіп, тоз топалаңын шығарады. Ашулы кекке толы батырлар шар тараптан жиналып, жауға қарсы мықты қосын құрады. Бұл қосынға Сыдықай батыр мен Қарымбек батыр қолбасшылық етеді. Олар күшті шоғырланды отырып, зор көлемде жойымпаздық шайқас жасайды. Қызылаяқтардың зәре құты қашып, Бурыл тоғайда Жамбылына келіп паналайды. Әрі қоршауда қалады. Бұл реткі соғыста Қарымбек, Балапан, Бәтікен, Құйқалақ батырлар шәйт болады. Бұл уақиға батырлардың онан ары кегін қоздырады. Халық қосыны қиян кескі шайқаста шабуылға өтіп, Қызылаяқтардың Жамбылына басып кіреді. Сөйтіп оларды қарусыздандыратты, Алтай күмбетінен қуалап, қобдасырып жібереді. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.